Қайнап тұрған суға нан пісіретін боламыз. Осындай сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен жылы сүтімізге сұйық майымызды, шекер, тұз, ашытқымызды салып араластырып, үстіне ұн салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтерілген соң теңдей 4 бөлікке бөліп, ұзынша етіп батон формаға келтіретін боламыз. Нандарымыздың бетін жауып, тағы да 15 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді суымызды қайнатып, үстіне тұзын салып, бір қамырымызды саламыз және қамырдың әр бетін 1 минуттан қайнататын боламыз. Қамырды суда 1 минуттан артық ұстамаңыздар. Енді тапамызға салып, бетін қалауларыңызша тіліп, күнжіттарымызды сеуіп аламыз және қызып тұрған 170-180 градус аралығындағы пеште